Барша қазақстандық жәрдемақы алатындар тезірек көрсін. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басып ұмытпаңыз. Биыл көпбалалы аналар қанша жәрдемақы алатыны белгілі болды. Қаңтар айында 504,6 мың көпбалалы отбасы жалпы сомасы 38,1 миллиард теңге мөлшерінде мемлекеттік жәрдемақы алды. Қазақстан және шетел жаңалықтарын бірінші болып біздің арнамыздан біле аласыз. Бұл мемлекеттік жәрдемақыға 4 және одан да көп бірге тұратын кәмелетке толмаған немесе 20 жасқа дейінгі күндіз бөлімде оқитын студент балаларда бар отбасылар табысына қарамастан үміткер бола алады. Төлем мөлшері бала санына қарай есептеліп төленеді. 4 баласы бар отбасыларға 59,183 теңге, 5 балаға 73,988 теңге, 6 балаға 88,793 теңге, 7 балаға 103,598 теңге, 8 және одан да көп балалы отбасыларға 14,760 теңге мөлшерінде төленеді. 2024 жылға 1 қаңтардан бастап балалы отбасыларға тағайындалған мемлекеттік жәрдемақылардың мөлшері 7%-ға артты. Видеомыз кеңінен таралу үшін барша жәрдемақы алатындар көру үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен кейін ұмытпайық.